Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Бүгінгі шығарылымда сіздің жүрегіңізге әрі денсаулығыңызға пайдалы 7 түрлі жемісті, сонымен қатар осы жемістер арқылы жасалатын ғажайып қоспаның рецептін ұсынамын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Кептірілген өрік. Бұл жемістің пайдасын ежелгі халықтар да жақсы білген. Пакистанда адам аяғы баспайтын Гималай өлкесінде хунза атты тайпа өмір сүреді. Мұндағы адамдардың өмір сүру ұзақтығы орташа есеппен 100 жыл. Олар ауру сырқау деген ұғымдарды білмейді. Тістері қартайғанша сол қалпында сақталады. Өрік құрамында калий мөлшерінің көптігінің арқасында жүрек қан тамырларына өзіндік пайдасын тигізеді. Дәрігерлер жүрегіне ота жасалған адамдарға өрікті көп мөлшерде жеуге кеңес береді. Атеросклероз және гипертония ауруларында да көмегі зор. Қан азыққа да көмектеседі. Іш жүрмей қатып қалған кезде көмектесетін ерекше қасиетке ие. Қара өрік. Қара өрік өз кезегінде жүрек қан тамырларына және зат алмасуға септігін тигізіп, қан қысымын қалыпта ұстайды. Ішек жұмысын қалпына келтіреді. Бактерияларға қарсы әрекет ететін күші бар. Бүйрек пен өтірік келетін қалтаны тазартып отырады. Көз көруін жақсартады. Антиоксиданттарының арқасында иммунитетті көтеріп, ауруға қарсы тұру қабілетін арттырады. Мейіз. Жүрек жұмысын қалпына келтіреді. Жүйке жүйесін тыныштандырып, күйзеліс пен ашуға бой алдырмауға көмектеседі. Тамырлар мен өкпеге де әсері бар. Қан аздығын емдейді. Остеопороз ауруынан жазылуға көмектесіп, сүйектерді қатайтады. Тіс ауруларын қоздыратын бактериялардың санын азайтып, ауыз қуысын емдейді. Бронхлар мен өкпенің ауамен тыныс алуын қамтамасыз етеді. Құрма. Анемияға төтеп беріп, артерия қысымын төмендетеді. Туберкулез бен ісік ауруларына емдік қасиеті бар. Құрмалар құрамындағы глюкоза мен пайдалы жеміс қантының арқасында ми жұмысын жақсартады. Ішекті тазартып, ас қорыту жүйесін қалпына келтіреді. Аурудан кейін күш-қуатты арттыруға көмектеседі. Інжір. Құрамында калий мөлшері жетіп артылғандықтан өзгелер секілді жүрекке тигізер пайдасы мол. Қан тамырларының жіңішкеруінен сақтайды. Қан тамырларын бітеп тастайтын қан ұйығының бір жерге жиналып қалмауын қамтамасыз етеді. Бүйрек жұмысын жақсартып, тамырларды босаңсытады. Сонымен қатар дұрыс тыныс алуды қамтамасыз етеді. Жаңғақтар. Жаңғақтардың көпшілікке белгілі танымал сорттары грек, фундук, миндал, кешью жаңғақтар болып табылады. Құрамында көп мөлшерде кездесетін Е дәруменімен ерекшеленеді. Антиоксидант болып табылғандықтан жасушалардың ескіріп кетуін тоқтатады. Е дәруменінің арқасында терінің жасару әсері бар. Сонымен қатар иммунитетті күшейтеді. Е дәрумені тамырлардың қанның ұйып қалуынан сақтайды. Күш пен төзімділікті арттырады. Жаңғақтың құрамындағы дәрумендер мен микроэлементтер артериялық қысымды төмендетіп, анемия секілді ауруларды болдырмайды. Және атеросклероздің пайда болуын алдын алып, холестерин мөлшерін төмендетеді. Қалғанша темірдің қызметін атқарып, ми жұмысының белсенділігін арттырады. Бал. Балдың құрамында түрлі дәрумендер мен микроэлементтер бар. Балды дәрумендер патшасы деп те атайды. Қазір айтып өткен жемістердің әсерін бойына сіңіріп, күш-қуатты ерекше жылдамдықпен қалпына келтіру қасиетіне ие. Қан құрамын жақсартып, зат алмасуды тездетеді. Жүрек қан тамырлары, бүйрек, бауыр, ішек ауруларына да көмектеседі. Осы аталған 7 түрлі жемістен жасалатын ғажайып қоспаның рецептіне келетін болсақ, ең алдымен әр кепкен жемістен 200 грамм мөлшерде алыңыз. Жаңғақтан 50 грамм мөлшерде алғаныңыз жөн. Жемістерді жуып, ішіндегі сүйектерін алып тастаңыз. Жаңғақтар мен кепкен жемістерін жеуге икемдетіп, майдалап тураңыз. Туралған жемістерді ыдысқа салып, сұйық болып кетпейтіндей етіп, 1-2 ас қасық бал қосып, барлығын араластырыңыз. Дайын болған ғажайып қоспаны шыны-ыдысқа салып, тоңазытқышта сақтағаныңыз жөн. Бұл ғажайып қоспаны күніне 3-4 ас қасықтан жегеніңіз жөн. Көп мөлшерде жеу денсаулыққа кері әсерін тигізеді. Жалпы денсаулығыңыз жақсы болғанын қаласаңыз, күнделікті дұрыс тамақтануды қолға алыңыз. Сонымен қатар денеге физиологиялық күш түсіріп, күнде таңертең кішігірім жаттығу жасауды ұмытпаңыз. Бұл сіздің күні бойы сергек жүруіңіздің кепілі. Дұрыс ұйықтау. Бұл да өте маңызды факторлардың бірі. Себебі ұйқысы дұрыс болмаған адам күні бойы мазасызданып, ештеңеге зауқы болмай, өнімділік көрсеткіші күрт төмендейді. Сондықтан дұрыс ұйқыны да қолға алыңыз. Сіздермен бірге болған ғажайып әлем каналға тіркеліп, қоңыраушаны басыңыз. Видео пайдалы әрі қызықты болса, лайк басып, келесіде қай тақырыпта видео түсіргенімді қаласаңыз, пікір алаңында жазыңыз.